Сәлем, менің оқырмандарым. Бүгін мен сізге отпускіні қалай есептеу туралы қысқаша ақпарат бере кетейін. Яғни бір жұмыс күнде жұмыс жасасаңыз, бір айда жұмыс жасасаңыз, онда 2 күндік отпуск ала аласыз. 2 ай жұмыс жасасаңыз, 4 күндік отпуск аласыз. 6 ай жұмыс жасасаңыз, 12 күндік отпуск ала аласыз. 12 ай жұмыс жасасаңыз, яғни 1 жыл жұмыс жасасаңыз, 24 күн отпуск ала аласыз. Егер де 2 жылға дейін сіз отпуск алмаған болсаңыз, онда 48 күн сізге положено шығуға отпускіге. Яғни отпускіні қалай есептеміз? Отпускі среднедневная зарплатыны көбейтеміз, не рабочего отпускіні көбейтеміз. Ол қалай шығады? Яғни 12 айдың жиынтығын зарплатыңызды бөлесіз жұмыс жасаған күніңізге. Сонда сізде среднедневная зарплата шығатын болады. Қазір мен сізге қалай есептелу туралы ақпаратты бере кетемін. Мен Алмасов А деген бас маманда алып отырмын. Период отпускі 2 июньнен 25 июнь аралығына дейін шығатын болады, 24 күнге. Расчетный период 12 айды тереміз, яғни 1 жылды. 1 июнь 2024 жылдан 31 май 2025 жылы аралықты аламыз. Яғни 1 жылдық бізде зарплатны тереміз. Сіз яғни 400 мың зарплата аласыз 1 жыл бойы. Жиынтығыңыз 4 миллион 800 мың теңге болады. Ал мынау дегеніміз, ол сіздің жасаған күніңіз, яғни 20 күн, яғни июнь айында 20 күн рабочий күн болса, соның 20 күні жұмыс жасадыңыз. Егер де 19 күн жұмыс жасасаңыз, больничный шықсаңыз, БСке шықсаңыз, онда 19 болады. Яғни сіз толыққанда барлығын жасадыңыз. Бұны қайдан алам десеңіз, рабочий времяны. Мына жерде Google-ға жазсаңыз, Ековтан да шығады, баланс рабочего времени 2025 күн қарап отыр. Мысалы, 5-дневка болса, 5-дневка днейді қарайсыз мына жерде, 6-дневка болса, өзіңіздің рабочий күндеріңізді қарайсыз. Мына жерде айларға бөлінген, 90-дарға бөлінген. Яғни осы жерден қарап теруіңізге де болады. Среднедневная зарплата қалай шығады? Яғни 4 миллион 800 мыңды бөлеміз 246 күнге, сонда 19.512 теңге шығады. Яғни бұл сіздің орташа жалақыңыз болып есептелінеді. Енді орташа жалақыны қалай отпуске есептейміз? Яғни біз 24 күнге шығып жатырмыз, мына жерде 2 июньнен 25 июнь аралығында. Осы 24 күннің ішінде біз 18 күн рабочий күнде алып отырмыз. Яғни санаймыз 2-сінен бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18 күн бізде рабочий күн болады. Яғни суббота, воскресенье, мейрам күндерді қоспайсыздар. Сонда 18 күн болады. Яғни біз 19.512-ні көбейтеміз 18-ге, сонда 300, міне, мына жерде көрсетіліп жазып қойған, 19.512-ні көбейтеміз 18 рабочий күнге. Сонда бізде 351.220 теңге отпускі шығады екен. Бірақ бұл сумманы сіз қолдарыңызға алмайсыз. Бұл суммадан біз налогтар есептейміз, яғни пенсионы есептейміз 10%-ын, 35.122 теңгенің, подоходный налог есептейміз одан, міне шығу жолдар, яғни сіздің табысыңыздан алып тастаймыз пенсионныйды, алып тастаймыз медстрахованияны 724 теңге 2%, және де 14 МРП 3932-ні көбейтесіз 14-ке. Сонда шегергеннен, барлығынан шегерген сумманы көбейтесіз 10%-ға. Сонда сізде 25.403 теңге жеке табыс салығына төленетін болады. ВСМС-те бізде қалай шығады? ВСМС 351.220-ны көбейтесіз 2%-ға. Сол кезде сізде ВСМС-іңіз 7024 теңге болады. Яғни барлығын шегергендегі сумма 351.220-дан шегересіз 35.522-ні, шегересіз 25.403-ті, шегересіз 7024-ті, сонда қолыңызға сізге тиетін суммаңыз 283.671 теңге болады. Осы ақпараттарды алып, өздеріңізге пайдаланып есептеулеріңізге болады. Егер де менің айтып өткен ақпараттарым пайдалы болса, менің каналыма жазылып, тіркеліп кетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.